Мен жаңа мектепке ауысып келдім. Бұл мектеп білім беруден емес, төбелестерімен әйгілі. Есіктен кіре сала, үлкен сыныптағы балалардың бір оқушыны қыспақ қалып тұрғанын көрдім. Бірақ мені көргенде бәрі өзгерді. Әлгілер сескеніп бірден тына қалды. Себебі бұрынғы мектебімде мені бір адамды өлтірген деген қауесет тарап өткен еді. Сондықтан ешкім маған жаламайтын. Сыныпқа кіргенімде мүлгіген тыныштық орнады. Басты төмен салып, өз орындығыма барып отырдым. Сол сәтте сынып ішіндегі әдетте мазаққа көп ұшырайтын ботаник абайсызда мені соғып өтті. Оған көзімді қадап қарап едім. Ол үрейленіп бірден кешірім сұрай бастады. Мен тыңдап болғасын, ештеңе демей көзімді жұмып қайта қалғыдым. Оның жаны жай тауып, ары қарай жұмысына кірісті. Ол күн сайын жоғарғы сыныптың бұзақыларына тамақ тасиды екен. Онымен қоймай, олардың басшысы Чихве Хёманға басқа оқушылардың телефондарын ұрлап апарып беруге мәжбүр. Бір күні Хёман бір телефонның жетіспейтінін біліп, тізімді сұратты. Тізімге көз жүгіртіп, бір атты нұсқап, "Мынау кім?" деді. Ботаник абыржып, "Бұл жаңадан келген бала, өте қорқынышты, оған жолай алмаймын", деді. Хёман мұны ести сала ашуланып, ботаник тұра бастады. "Маған оның телефоны керек", деп айғай салды. Қорыққан ботаник амалсыз келісіп, мұғалімдердің кеңсесіне жүгіріп барып, "Жиналған телефондарды таратайын деп едім", деді ол. Мұғалім ештеңе деместен оған смартфон толы сөмкені ұстатты. Ботаник дәретханаға барып біраз ойланып отырды. Менен қатты сескенгенімен әлгі бұзақыдан көбірек қорықты. Сөйтіп ақыры менің телефонымды ұрлап алды. Кейін сыныпқа келіп тым болмағандай телефондарды тарата бастады. Мен өзіндікін алайын деп барсам, телефоным жоқ. Ботаникке қарап, "Менің телефоным қайда?" дедім. Ол тұтығып, "Сөмкенің ішінде", деді. "Ол жерде жоқ", дедім салқын үнмен. Ботаник, "Жаңа ғана кеңседен алдым ғой", деп ақталды. Сол кезде оның ерінде жара барын көріп, бәрін түсіндім. Сөйтіп үнсіз сыныптан шығып кеттім. Ол қорқып артыман жүгіріп келіп, "Кешір, жаңасын сатып алып берем", деп істеген ісіне өкінетінін білдірді. "Білем", дедім жай ғана. Сөйтіп кетіп қалдым. Ол болса өкініштен тұнжырап қала берді. Келесі күні мектепте келгенімде Хёман ботаникке тағы да тиісіп жатқанын көрдім. Бұл көрініс жүрегіме қатты тиді. Өзім бастан кешкен қорлықтың елестері көз алдыма қайта оралды. Әлсіз, қорғансыз болған достарым есіме түсті. Сөйтіп қалтамнан қалам шығардым.